Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге шаймен ішкенге өте оңай жасалатын, дәмі деген өте керемет печенье рецебін ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Видеомда қарамас бұрын арнама жазылып, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол уақытта келесі салған видеом сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен қажетті заттарымыз ол жұмыртқа, ұн, қопсытқыш, сары май немесе маргарин, қаймақ, қант қажет болады. Жұмыртқамызды алып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен қантымызды салып, біркелкі болғанша араластырып алатын боламыз. Қаймағымызды саламыз, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Оның үстінен ерітілген сары майымызды немесе маргарин қосамыз. Және електен өткізілген алдын ала дайындап қойған ұнымызды аз-аздан қоса отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Осы уақытта қопсытқышымызды да салып жіберетін боламыз. Толық рецепті төменде описание бөліміне қалдырып кетем достар. Сол жерден қарап, көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Құрамы деген өте қарапайым заттардан тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте нәзік печенье болып шығады. Міне қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырымызды жаюға ыңғайлы етіп екі бөлікке бөліп, майда-майда бөліктерге бөліп аламыз. Егер сіздерде таразы болса, әрбір печеньеміздің қамырын 37-38 граммнан бөліп алсаңыздар болады. Сонда біркелкі болып шығады. Енді печеньемізді жасайтын боламыз. Бір бөлік қамырымызды алып, осылай жұқалау етіп жайып аламыз. Арасына кез келген салма салсаңыздар болады. Жаңғақ, қант, мак мен вареный сгущенка пайдаландым. Жақсылап қысып аламыз, осылай ашылып кетпеуі керек. Және осылай пышақпен немесе осылай бауырсақ кесетімен әдемілеп кесіп аламыз. Міне дәл осындай болып шығады. Дайын болған қамырымызды противенге орналастырамыз. Тағы біреуін көрсетіп жіберейін. Осылай жайып аламыз жұқалап. Арасына варенкамызды салып аламыз. Неғұрлым сапалы варенка алғандарыңыз дұрыс. Енді жақсылап басып шығамыз, яғни. Және осылай кесіп аламыз. Барлығын дәл осылай дайындап аласыздар. Пештеріңізді алдын ала 170 градусқа қыздырып, 20 минутқа пісіріп алуға жіберетін боламыз. Арада уақыт өткенде печеньелеріміз пісіп шықты, қып-қызыл болып, өте нәзік болып, дәмі деген өте керемет. Әдемілік үшін бетіне құрғақ қант, яғни сахарный пудра сеуіп шығатын боламыз, қант ұнтағын. Печеньелерімізге одан сайын керемет дәм беретін болады. Астыда толықтай пісіп шығады. Арасы міне дәл осылай болып шығады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздерге де ас болсын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.